Сәлеметсіздер ме? Жаңа салық кодексіне сәйкес әлеуметтік салыққа өзгерістер енгізілді. Оның мөлшерлемесі 6% деңгейінде белгіленіп, әлеуметтік аударымдармен тікелей байланысы алынып тасталды. Кейбір салалар үшін арнайлы жағдайлар қарастырылған. Мысалы, өз өндірісіндегі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өткізу, сондай-ақ оны қайта өңдеу және кейінгі өткізу бойынша салықтық жеңілдетілген мөлшерлеме 1,8% бойынша есептеледі. Әлеуметтік салық төлеушілер болып табылатын дара кәсіпкерлер немесе жеке тәжірибемен айналысатын тұлғалар әлеуметтік салықты өздері үшін 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ал әрбір қызметкер үшін 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде есептейді. Ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеумен айналысатын шаруа немесе фермер қожалықтар үшін одан да жеңілдетілген шарттар көзделген. Олар үшін әлеуметтік салық өздері үшін 0,6 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ал әрбір қызметкер үшін 0,3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде белгіленген. Назарларыңызға рахмет, сіздердің МКД.